Час вақалары ақта тарих етмеге азырмыз. Студияда мен Султан Истакаева çalışам. Хайырлы ақшамлар. Ғалибе күніні онлайн режимінде кечірмек мемлекетіміз бірінші сефер байрамны евден чықмайып қайдетті. 10 яшлы партизан Ақярның насыл мудафа етті. Улы Ватан Женкінің іштіракчысы Кудус Юнусовның тарихы. Рамазан ейі ішлер айы Дарахмеджетті қария акция башланды. Бүгін бұттын мемлекетіміз Улы Ватан Женкінде юбилей Ғалибе күніні қайдыте ве әрбіріміз ватанны қорчалаған инсанларны қатырлай. Ветеранларға ве жебежелерге тешікірлерімізні білдіреміз. Олар башларындан ағыр мешақатларыны жесүржесіне кешірділер. Ве ана ватан топрағымызға садық олмақ неменесіні көстерділер. Қырымнан илк шақысларының бірабер еркезіні байрамнен хайырлаймыз. Тынчылық ве аман есінлік тілейміз. Улы Ватан Женкінде Ғалибе оғрында 35 миллионға яқын адам көрешті. Олардан 27 миллионы иляк олды. Ер кішімі қадынмы, арби яда ади гражданларымы Женк бір кімсені сайламады. Дешетлі вақайлар аляда ватандашларымыздың көзлері өгінде тұра. Олар үшін Ғалибе күні эсас байрамлардан бірідір. Ама бұл сене юбилей башқа форматқа қайды тілежек. Бұл насыл олажаға қында мұхбірлеріміз тариф етелер. Анам фашистлерінің құрбаны. 86 яшлы Фатиме Сарыч Женк ақында тариф еткенде айлевей фажаны юрек ағыртысынен қатырлай. Бабасы коммунистеді, бұл себептен оларының евіне ұжым етілді. Башлайлар орталығын қыдырма, башладылар. Енді жықтылар орталықны. Башладылар қыдыр тапмадылар. Тапмаған соң келдер анам оғыны. Әбілер екмет отырған дайын отыр. Оқар бабам, бұл анам, ана бөлесіп. Башлай сұрама, анам, яназ айтажақ. Он там он сидит деп айтажақ, что ли? Айтмады, айтмаған соң. В общем, анам у ерде ұрып өлдірділер. Жанаваржа Ольдырлев тамам бабасының көзлері оғынде япалды. Бабасы да көріп, 101 яшында даянамағаннан, әбілішке отырғанын еріншігіне о да жұқпап қала. Өліп қала. Екісі де бірден өлейлер. Уч балалы қоранта анасыз ве қартбабасыз қалды. 11 яшлы Фатиме ве оның яқынлары аскерлерге ве партизанларға фал ярдым көстеріп башладылар. Раненлерге мұқай толамыз іште. Үштегендерге ярдым береміз. В общем, отырмаймыз, қыбырдана береміз, ярдым беріп. Дешетлі Женк еллары арберекетлерде 30 миллионға яқын адам ұштырақ етті. Олардан 25 беңі қырым татарлар еді. В Крыму только 2 полных кавалера орденов славы. Оба они крымские татары. Это Абдрахманов, это Сетыли, это общеизвестные имена, но мы как-то все время их прячем среди других. Но все те другие не крымчане. Они приехали к нам. Тарихи илимлер докторы профессор Владимир Поляков айтқанына көре, ең девамлы партизан әрекеті тамам Қырымда олды. Сонсыз 900 сутка ішінде қырымлылар өзлеріні жесүр көстерділер. Олар іштірак етмеген жебе яда операция қалмады. Линия фронта в Крыму проходила в 41-м Перекоп, в 41-м Севастополь, в 41-м Керчь, в 42-м Севастополь. Керчь. В 43-м линия фронта Перекоп, Керчь. В 44-м линия фронта. Этого не было нигде. А вы представьте, одно дело быть в глубоком тылу, даже у немцев, и на линии фронта, потому что бомбы-то падают и наши, и их. Миллионларча адамның көреші 1945 сенесі майсының 9-ында Ғалибенен екінленді. Совет ордулары Берлинге еттілер. Дешетлі Женк бетті. Улу Ғалибе умуми ирышме олды. Установить, что 9 мая является днем всенародного торжества. Енді 75 елдан берле бүгін тақвемде қырмызы ренкнен айрылып языла. Майсының 9-ы әрбір шерде бойық парадларнен қайдатылы. Жители города-героя Севастополя. Начинается авиационная часть парада. Улу Ғалибе шерифіне ilk юруш 65-ші сенесі тешкілетілген ада. Новосибирск мектебінің тәлбелері елеріне ветеранларының портреттеріні алып соқақлардан кечтілер. Бұл акция ананевей олып қалды ве бессмертный полк деп адланды.
Зиманеве рекетнын башында Руселі журналистлер туралар. Олар 2012 сенесі Томск шерінде полк яраттылар. Шымды халк әрекеті 80-ден зияде девлетнове территорияны қаплап ала. 2020 сенесі Юруш акциясы бораз ден ашты. Бұңа дүниядадар қалған пандемия тесіратта. Енді адамлар қараман ичдатлар ақында онлайн шекілде тариф етейлер. Ичтимай ағлардан ешір етілген яңы роликлерінің сайысы күн-күнден артты. Менің детем жеміктен әвел судақта. Судақ мектебінің талебесі Эвелина Рифатова яқын туғаны Эмир Усейн Османов ақында тариф ете. О жеңкінің бұрынжы күнлерінде жебеге кетті. Ел яңы мүкафатларға наил олды. Оларның арасында Шан Шурет ве Қызыл Йылдыз орденлері. 1945 сенесі апрелінің 19 күні Чехия мемлекетінде әлек олды. Бойлек бұл роликлерден тізілген диафильм Русия телеканаларында көстерілеве енді бессмертный полкның сайтында ерлештірілді. Бондан ғайра ақшам сат 8-де әлек олғанларының қатырасыны сүкөне дақасынен аңа жақлар. Фатиме Сейдаметова, Севиля Меметова, Миллеты Чун. Қырымда мерхаметлік акция башланды. Самоизоляция ве Мұқаддес Рамазан айы давамында гөнілілер ве иш адамлары мұқтач олған айлерінің қапулары өгіне 100-ден зияды мақсулат пакетіні қалдырдылар. Бұл мекязлы акция Рамаданның меркези ве Женеби шарқи қысмыны қаплап алды. Гөнілілерінен берабер біздің телевизион тақымымызда елға шықты. Қолчақлар Москве антисептик Қырым гонулелері өзі шыны қавсызлық чәрелерінден башлайлар. Олар пакетлерге бір-бір артындан ашайт мақсулатны топлана. Бойле ярдым чоқ балалы қоранталар, ялыныз аналар ве оксыз балалар үшін азырлана. Предприниматели привезли полтонны гречки, полтонны риса, полтонны сахара, примерно столько же растительного масла, картошка, лук, остальные сыпучие продукты, сахар, чай, кофе. Мақсулатларны бұл ерге майсының алтысындан кетіріп башладылар. Бұрынжыден себзеве күрпелер кетірілді. О Рамазан айының сонуна жетмек керек. Очень много предпринимателей со всего Крыма откликнулись. Сейчас это вот один из самых распространенных видов деятельности неравнодушных людей, это просто творит добро. Пророк ﷺ сказал, что садака не уменьшает из вашего имущества, а только наоборот увеличивает его. Поэтому не скупитесь, делайте добро. Иншаллах, Аллах даст вам благо и в этой жизни, и в той жизни. Эвелден азырланған 100-ден зияде мақсулат пакетіні адамларға теслим етмек үшін енді машиналарға yüklейлер. 5 микроавтобус Қырымның чешет регионларына yol алды. Бұл Ялта, Судақ, Бақчасарай ве Ахмезджет тарафлардар. Бұрынжелер сырасында более ярдымны Алия Ислямова ала. Мы привезли немножко вон здесь продуктов. Вот. Мука, гречка, рис, сахар. 71 яшлы Алия қартана борозу қалды. 2 ел велсі оның оғлы кечінді. Енді бір қач елдан берле шекер хасталығындан азап чеке. Аяқлары ағырғаны себебінден диварларны тұтып юре, құмшыларының ярдымынен яшай. Соседи, да, иногда вот помогают. 25 елдан берле Кемалединовлер айласынен құмшы оларақ яшай. Эди ханым өслі башлы қадын күнлерінің насыл кечергеніні пек яқшы білем. Она одинока, и у нее никого нет. Приходится помогать, потому что некому принести ей что-то. Алла савапларға yazsın. 70 яшлы Хатиже Мустафаева оксуз уч торынына бір озы бақа. Алла сауықлар берсін, ақ yollarımız olsun. Allah Teala sizге sevапларға yazsın. Хария акциясы Қырымдан Девлет Думаме бұсы Руслан Бальбекнің тешебесінен тешкалет алды. Оңа иш адамлары қол тұтты. Я искренне им благодарен за то, что откликнулись на мою инициативу помочь ближним. И, наверное, очень символично, что это происходит в месяц Рамазан, когда все верующие стремятся сделать благие поступки. И, наверное, это очень важно, что сегодня это добро, которое исходит от этого священного месяца для мусульман Крыма, касается всех крымчан, вне зависимости от национальности и конфессии, ведь ислам – это религия мира.
Башында бу акцияны тек Мукадес айы девамында кечирмеге ниетлендилер, ама гонулелер оны девам этмеге истейлер. Эта акция будет, естественно, выходить и за рамки Рамазана, и надеюсь, что эти предприниматели, которые сегодня проявляют вот такую активность и имеют доброе сердце и высокую духовность, которая отражает сущность крымских татар, дают вот хороший пример, и пусть это станет такой вот яркой и доброй общекрымской традицией взаимопомощи. Более ярдымға мұқтач олғанлар девар адлы гонолелер тешкилатына мұрачат ете білелер. Первасыз қалмағанлары экранларыңызда көстерілген реквизитлер бойынша пара кечіріп, ярдым еліні ұзата біле. Фатиме Сейдаметова, Рамазан Аливапов, Миллет Ичун. Қырымда улу ватан женкіні ось көзінен көргенлерінің сайысы ел экселе. Шу себептен олардың хатырлавлары бізім үшін пек қиметледір. Кудус Юнусовда 10 яшында олғанда фашизмнен женклеші башланды. Оның яшайыш тариха қында Ильмаз Аблакимованың левхасында. 90 яшлы Кудус Юнусов теплица içinde помидор сувара. Ешіл федерер үстінде әнді ilk гүлчечіклер пейда olды. Демек, оларны әнді байламақ керек. Пасенковать etmek gerek tüpteklerin. Son erleri telle çekem abi. İkinci telle çekem. 5 tane tel çekem. No, даже bir yılana ortaya çıkıp da krişada yarım kop kapamıdır. Нефахаджыны женк көргені ақта медальлер қатарлата. Олар эски бүйжак үстіне асылы. Улы ватан женкі дегенде ветеранның көзлері бірден көз яшқа тола. Son bakan, ну ладно, придешь, зеленый знаешь, не знает, Афросман знает, знает. Қырқынчы сәнелері Юнусовлар айлесі Бақчысарайға яқын ерде яшайдылар, қартоп асырайдылар. Онын партизанларны ашаттылар. 10 яшлы Кудус өзіде отрядқа кірді. Оғланчы қақияр янындаки дағларда эки караул думанны зарарсыз алға кетіріп, оларның аш сувыны алмақ керек еді. Ама оны вазифе бежерген вақытта яраладылар. Қараны ақшам, в общем, мақ шырдылар, мен чаптым. Granat attılar, olsun yıkıldım ayağımda, askovkası ayağımda, abimde şıram, yıkıldım, esim joyuldu. Gadiyenkova beklep oturuyorduk, onlar ateş açtılar, beni süyrep alkıtları özenge, biz anda şunu streçe yapamız. Olsun atқа koyup alkıtlar batırdı, anda karbabam biten var edi. Оғланын бөле яралынувдан сон бөле ватан перверлігі сувумады. Партизанларының вазифесі фашистлерге ақиярға yol бермемек еді. Оны немселер 3 күн içinde запт етмеге істеділер. Ама халық өз топрағыны 9 ай девамында өз ханынен хорчалады. 1944 сенесі Хараман шерінің азат етілуі бұйық қуванч берді. Ама чоққа бармады. 1944 сенесінің 18 майысында ваттаны хорчаланған Қырым татарларны сүргін еттілер. Бөле етіп, Кудус Юнусов Өзбекстанға түшті. O kadar әуесет едім Қырымға уақытлерде жүрген ерлерімі көрмеге, шүйетмеге. Мен анда секретар апкомын Каримовын алып жүрдім. Bütün оларының 7 yıl директорудника алып жүрдім. В общем, комсомол олдық. Айле хорды, андан Ростов шеріне көчтелер. 1996 сенесі есе Юнусовлар Қырымға авдет олындылар. Кудус Юнусов бүтін өмір намыслы, инсафлы олмақ хайдесінден яшады. Яш неселге де Қырым ватанпервері олмақ керек деп насиат берем. София Шукурова, Ильмаз Аблакимова, Асан Зивадинов, Миллет Ичун. Бүгінге бұл эпісі хаберлер Миллет телеканалымыздан айырылмаңыз, қайырлы ақшамлар.